жолбарыс орманда ағаштың саясында ұйықтап жатыр екен. Сол маңда жүрген бір тышқан байқаусызда жолбарыстың үстімен жорғалап өте шығады. Соның жыбырынан оянып кеткен жолбарыс тышқанды шап беріп ұстап алады. Жолбарыс сығымдай қысқанда тышқанды өлтіруге айналады. Жаны мұрнының ұшына келген тышқан жалына бастайды. «О, тақсыр, кешіре көр, менен бір білместік өтті, өлтіре көрме мені, мен де сенің бір керегіңе жарармын» дейді тышқан. Жолбарыс кішкентай тышқанның бұл сөзіне шек сілесі қатып күледі. «Мен жолбарыспын, саған көп кішкентай тышқанға күнім түсе қоймас» дегенмен қалжың ұнады, бара ғой деп жібере салады. Күндердің бір күнінде жолбарыс адамдар құрған тұзаққа түсіп қалады. Мұны көрген тышқан өзіне жақсылық жасаған жолбарысты танып, тұзақтың жібін тісімен кеміріп үзіп, жолбарысты құтқарып алады екен. Жолбарыс басына күн туғанда қол ұшын берген тышқанға риза болып, «Рахмет досым, күштілер де кейде әлсіздерге бас иеді екен» деп мойындапты. Халық арасында ханның ісі қараға түсер, батырдың ісі балаға түсер, жолбарыстың ісі тышқанға түсер, ерлердің ісі дұшпанға түсер деген сөз содан қалған деседі. Міне балалар, біз бұл ертегіден не түйдік? Жолбарыстың кішкентай тышқанға жасаған жақсылығының арқасында басына төнген үлкен қатерден аман қалды. Жақсылық жасау дегеніміз адамдарға, айналаға, табиғатқа қайырымдылық пен қамқорлық жасауды айтуға болады. Жақсылық жасау оларды жақындастырады, достастырады. Олардың бір-біріне деген сыйластық артады. Өйткені қиналған сәтте алынған көмек ешқашан ұмытылмайды. Сондықтан да балалар, өмірде жақсы ойлап, айналамызға тек жақсылық жасап жүрейік.